Өтеғұл ұлы Өтеген 18 ғасырдың бірінші жартысында жоңғар басшылығына қарсы күрескен қазақ батыры. Өтегеннің ата-бабалары да есімдері елге танылған батырлар болған. Өз әкесі Өтеғұл да талай қанды жорықты бастап кешкен батыр адам болған. Шешесі Нұрбала атақты Қордай батырдың немересі екен. Осындай тектілерден жаралған Өтеген де 15 жасында есімі елге танып батыр атанады. Оның Тарпан есімді баласы мен Шаншар атты немересі де ел қорғап, жат жерліктерден найза түйреген белгілі батырлар. Өтеген батыр жөнінде ел аузында аңызға бергісіз әңгімелер көп сақталған. Батырдың кезінде өзі тұтынған біраз мүлкі сақталған. Солардың бірі Абылайханның жез тегенесі. Оны Абылайхан Өтегенге кезінде өзі сыйлаған екен.